Кезінде дүрілдеген Суперстар KZ жобасы менің замандастарыма жақсы таныс. Аталмыш ән байқауының арқасында Алмаз Кішкенбаев, Айқын Төлепберген, Қайрат Түнтеков, Мөлдір Әуелбекова және Әлшер Каримов сынды дарынды әншілердің бағы ашылған болатын. Өз басым әр шығарылымын өткізбей қарап, сүйікті әншіме үй телефоны арқылы дауыс беретін едім. Алаңсыз өмір, жалындаған жастық шақ. Бірақ бүгінгі деректі фильм аталмыш тележоба жайлы емес. Десек те, Суперстардың жарқын жұлдызы болған әнші жайлы. Бір күнде маслихат депутаты әрі олигарх және 21 жастағы танымал әнші қыз жоғалып кетеді. Оқиғаның жалғасы тура бір голливудтық триллер іспеттес. Мұнда бәрі бар. Ұйымдасқан қылмыстық топ, адам ұрлау, миллиондаған доллар, айларға созылған келіссөздер және арам өлім. Аталмыш қылмыстық іске нүкте қою үшін сақшылардың бақандай 2 жылы кетті. Бұл 215-ші қылмыстық іс. Алматы. Заман ағымы тым жылдам болып кетті. Ал біз қалыс қалмауға міндеттіміз. Себебі заманауи цифрлы құралдардың маңызы өте зор. Мультфильмдер, бейнеклиптер және қысқаметражды фильмдерді енді үйде отырып-ақ жасауға болады. Бұрынғыдай видеографтардың қажеті жоқ. Аталмыш құралды тіпті қосымша табыс көзіне айналдыруға болады. Отандық хабарландыру алаңдарында жасанды интеллектпен тапсырысқа бір видео жасау 5.000 теңгеден 15.000 теңгеге дейін тұрады екен. Бәсекелестер саны әзірге көп емес. Сондықтан уақыт жоғалтпай көшке ілесіп алған абзал. Егер блогер болсаңыз, осы құралмен видеолар әзірлеп, контент жасауға болады. Яғни мүмкіндіктер сан алуан. Бәрі сіздің қиялыңыз бен пысықтығыңызға байланысты. Видео сабақтар менің жабық телеграм каналымда өтеді. Дәрістер өте жеңіл әрі түсінікті тілде. Видео жасау барысы нөлден бастап тәптіштеп көрсетіледі. Ең бастысы, бір ғана емес, бірнеше тегін құралды игеруге болады. Сабақ бағасы небәрі 2500 теңге. Үйренуге ниетті болсаңыздар, төмендегі WhatsApp нөміріне ЖИ деп жазыңыздар. Аузыңнан қиып абдырап жүргенде, пысықтар жасанды интеллектті үйреніп жатыр. Полиция бөлімшесіне келген ер адам тосын ақпаратпен бөліседі. Өзін Юрий Бармин деп таныстырған 25 жастағы жігіт әкесінің жоғалып кеткенін хабарлаған. Тіпті әлдебіреулер оны ұрлап кеткен деген күдігі де бар. Анықталғандай, әкесі қарапайым адам емес. Аты жөні Георгий Бармин, 49 жаста. Қарағанды облысының маслихат депутаты болған және Нұр Отан партиясының облыстық филиалы төрағасының орынбасары. Сондай-ақ мемлекеттік тапсырыспен газ су құбырлары және канализация орнатумен айналысатын Темірбол компаниясының директоры. Бірнеше филиалы бар Сапа Construction деп аталатын ірі құрылыс компаниясының иесі және демалыс аймақтары, шипажайлар мен мейрамханалар желісі бар. Тіпті Зеркало деп аталатын жекеменшік газетін шығарады. Яғни әртүрлі саланы қамтыған беделді ірі кәсіпкер. Жауап алу барысында баласы тағы бір тосын дерекпен бөліседі. Әкесінің жоғалғанына бақандай 11 күн болған. Бастапқыда өз күшімен іздеуге тырысып, әкесінің бүкіл серіктестерін, достарын және таныстарын аралап шығыпты. Қоңырау шалайын десе, ұялы телефоны сөндірулі. Сөйтіп ешқандай нәтиже болмаған соң, амалсыздан полицияға жүгінуге тура келіпті. Арызы қабылданып, сақшылар іздеу шараларын бастады. Көп ұзамай полицияға тағы бір арыз түсті. Өзін Надежда Касинова деп таныстырған әйел 21 жастағы қызының жоғалып кеткенін хабарлайды. Аты жөні Анна Шейдер. Аталмыш бойжеткен сақшыларға жақсы таныс болатын. Себебі ол танымал әнші. Суперстар KZ жобасының 2 маусымының жарқын жұлдызы. Істерді 2 бөлік тіркеп, тергеу амалдарын бастаған сақшылар тосын жайтқа тап болды. Жоғалып кеткен 49 жастағы Георгий Бармин және 21 жастағы Анна Шейдер көңілдестер болып шықты. Сондай-ақ әнші қыздың барлық мұқтаждықтарын жауып, продюсер ретінде жарылқап жүрген. Бастапқыда тергеушілер бірнеше тұжырымды қарастырады. Георгий мен Анна ешкімге айтпай шетел асып демалысқа кеткен болар. Одан қалса, қала сыртында зәулім үй жалдап, көңіл көтеріп жатуы да мүмкін. Алайда Георгийдің ұлы да, Шейдердің анасы да бұл тұжырымдарды жоққа шығарды. Сондай-ақ әріптестері, достары мен таныстары да растаған жоқ.
Айтуларынша, Георгий Бармин жауапкершілігі жоғары адам. Жұмыстары бастан асады. Жоспарланған бизнес кездесулері бар. Сондықтан ескертусіз бет алды демалысқа кетуі мүмкін емес. Ал Анна Шейдердің жоспарланған концерттері және тойлары бар. Оған қоса белсенді түрде ән жинағын әзірлеп жатқан екен. Яғни оңашада демалу үшін барлық тірліктерін тастап кетулері екіталай. Демек бір сұмдықтың болғаны анық. Георгий Бармин беделі асқақ өте ауқатты кәсіпкер. Яғни жоғалуына бәсекелестері немесе жеңіл ақшаны көздеген қылмыстық топтар қатысты болуы әбден мүмкін. Ал Анна Шейдер танымал әнші болғанымен асып тасыған байлығы жоқ. Сондықтан оны кәсіпкермен қоса кездейсоқ ұрлап кеткен болар. Тергеушілер кәсіпкердің ұлын кезектіре жауапқа алады. Алайда Юрий Бармин бәсекелестер жайлы тұжырыммен келіспейді. Айтуынша әкесінің бәсекелестері көп болғанымен ешбірімен жауласпаған. Яғни бәсекелестерінің қылмысқа баратындай себептері жоқ. Ұзын сөздің қысқасы, Юрий Бармин әкесіне қатысты мардымды ақпарат бере алмады. Енді тергеушілер жоғалған кәсіпкерге тиесілі алматылық фирмалардың қызметкерлерінен жауап алды. Сондай-ақ Георгийдің көлік жүргізушісімен тілдеседі. Аты жөні Арлан Әбекенов. Анықталғандай, Георгий Бармин Алматыға сирек келетін болғандықтан, ол көбінесе Анна Шейдерді тасумен айналысатын болған екен. Ал кәсіпкер жоғалған күні, яғни 2 қыркүйекте, оны әдеттегідей Анна Шейдердің пәтеріне әкеліп тастаған. Содан бері екеуінде көрмепті. Георгий Барминнің телефоны тұрған жерді тексеру әрекеті аса нәтиже бере қоймады. Биллинг бойынша, ұялы телефоны соңғы рет Алматының Түрксіб ауданында қосылу болған екен. Бірақ нақты тұрған жерін анықтау мүмкін емес. Себебі аудан ауқымы тым үлкен. Бейнебақылау камераларын қараудың да мәнісі жоқ. Себебі ол заманда камералардың саны қазіргідей көп емес. Енді тергеушілер жоғалған адамдардың жеке басын мұқият зерделеуге көшті. Бәлкім жоғалуға түрткі болған басқа да себептер айқындалар. Георгий Бармин ауқатты әрі кәсіпкер. Бірнеше алпауыт компанияларды басқарады. Ал мұндай адамдар әдетте қылмыс әлеміне етене жақын болады. Бәлкім әлдебір авторитетке қарызданып, шетел асып қашып кеткен шығар. Бәрі де мүмкін. Жоғарыда айтып кеткенімдей, Георгий Бармин өте ауқатты бизнесмен. Теміртау қаласының тұрғыны, Қарағанды облысының құрметті азаматы. Облыстық мәслихат депутаты болып қана қоймай, Нұр Отан партиясының филиалы төрағасының орынбасары. Газ су құбырларын өндіріп орнататын фирмасы және республика бойынша бірнеше филиалы бар ірі құрылыс компаниясының қожайыны. Сондай-ақ Қазатомпром ұлттық компаниясында мердігер болатын. Одан бөлек шипажайлар, мейрамханалар және Қарағанды облысындағы танымал Зеркало газетіне иелік ететін. Бұл аздай, оның Сапа Music атты музыкалық студиясы әрі продюсерлік орталығы бар. Ал жеке өміріне тоқталсақ, 2 рет үйленіп ажырасқан. Бірінші некеден 25 жастағы ұлы бар болса, екінші некеден 6 жастағы ұлы бар. Қайырымдылық шараларымен жиі айналысатын меценат. Сонымен қатар, Сарыарқа жұлдыздары ән байқауының негізін қалаушы және Әділқазылар алқасының мүшесі. Айта кетерлігі, Анна Шейдерді жолықтыруға дәл осы ән байқауы себепкер болыпты. 2004 жылы 17 жастағы бойжеткенді көрген Георгий Бармин оны құлай сүйіп қалған екен. Нәтижесінде Анна Шейдер аталмыш ән байқауының жеңімпазы атанды. Ал Георгий Бармин бойжеткенді қанатының астына алып, продюсері болған. Осылайша ауқатты сүйіктісінің жарылқауымен Анна Шейдер Алматыға көшіп, өнер академиясына оқуға түседі. Сосын Суперстар KZ жобасында бағын сынап, жартылай финалға дейін жетті. Одан кейін қарқынды өнер жолы басталған. Яғни жеке шығармашылық кештері, бейнеклиптер, сұхбаттар және тағысын тағы. Тіпті ақш-тағы халықаралық өнер чемпионатының алтын жүлдегері болды. Нәтижесінде Голливудтық Шелли Сондхайм атты беделді продюсермен келісім шартқа отырып, ақшта ән жинақ шығару мүмкіндігіне ие болған. Яғни өнерге толығымен беріліп, шығармашылық жоспарлары мен мақсаттары орасан болатын. Яғни ақшта ағылшын тіліндегі альбомы дайындалып жатса, Қазақстанда қазақ және орыс тіліндегі ән жинағы жазылып жатты. Ал бүкіл шығынды сүйіктісі Георгий Бармин көтеретін.
жеке концерттер, бейнеклиптер, әндердің құны, пәтер және тағысын тағы. Тіпті өзі қатынап әуре болмасын деп, өзінің көлік жүргізушісін де береді. Ішкені алдында, ал ішпегені мүлдем жоқ. Анна Шейдердің өмірі әйгілі ертегінің кейіпкері Күлбикенің, яғни Золушканың өмірімен пара-пар. Бірақ романтикалық ертегінің қасіретпен аяқталарын олар қайдан білсін? Жоғалып кеткен кәсіпкердің баласы Юрий Бармин кезекті рет полицияға келіп, тосын ақпаратпен бөліседі. Айтуынша, әкесінің ұрланғанына кәміл сенімді. Сөйтіп жасырып келген құпиясын жайып салған. Георгий Бармин 2 қыркүйекте іс-сапармен Алматыға ұшып кеткен екен. Ал баласы Теміртаудағы компанияның бас кеңсесінде бастық орнына қалады. Алайда 3 қыркүйек күні әкесі қоңырау шалып, жедел түрде $500,000 алып келуді талап еткен. Сосын артынша тағы хабарласып, 500,000-ға қосымша тағы $800,000 алып келуді бұйырады. Себебін сұрағанда, бизнеске қатысты әлдебір мәселені шешуге қажет деп қысқа қайырыпты. Ал ақшаны Андрей есімді көмекшісі алып кететінін айтқан. Аталған соманы тез арада жинап, Юрий Бармин Алматыға аттанады. Сөйтіп әлгі Андреймен кездесіп, жалпы сомасы $1,300,000 табыстайды. Дей тұрғанымен, Юрий Бармин әкесіне қоңырау шалуды доғармайды. Бірақ ұялы телефоны сөндірулі болған. Айтуынша бұл қалыпты жағдай болатын. Себебі әкесі бұған дейін де телефонын жиі сөндіріп жүретін. Қомақты ақшаны тасу да баласы үшін әдеттегі жағдай. Сондықтан алғашқыда Юрий Барминде ешқандай күдік оянбаған. Алайда араға 5 күн салып, әкесінен SMS келіпті. Ол әлдебір күрделі мәселені кесірінен Ресейге кетіп қалғанын және енді электронды пошта арқылы хабарласатынын айтқан. Көп ұзамай Юрий Барминнің поштасына әкесінен хат келді. Әлгі хатты оқығанда ол расымен де абдырап қалған екен. Әкесінің сөзінше, сүйіктісінің опасыздық жасап жүргенін біліп қойыпты. Яғни Анна Шейдер оның көзіне шөп салып жүрген екен. Сөйтіп осы себептен араларында жанжал туындайды. Ашуға булыққан ол, көңілдесіне қол көтеріп, итеріп жібергенде, Анна Шейдердің басы үстілге тиіп, өліп қалыпты. Яғни $1,300,000 осы мәселені шешуге керек болған. Ұзын сөздің қысқасы, қылмыстық істі болдырмау үшін таныс сақшылардың ауыздарын майлауға. Сондай-ақ, мәселені түбегейлі шешуге тағы да ақша керек болатынын ескертеді. Ал ақшаны сол баяғы көмекшісі алып кететінін айтқан. Қорқыныштан сасқалақтап қалған баласы дәл осы себептен бастапқыда тергеушілерге мардымды жауаптар бермеген екен. Алайда уақыт өте әкесінің хатын қайта оқыған ол сорақы жайтты түсінеді. Біріншіден, электронды поштамен хат жазу үшін компьютер керек. Ал әкесі компьютерді мүлдем қақпайды. Екіншіден, хатта грамматикалық қателер өте көп. Ал Георгий Бармин өте білімді және аса ұқыпты. Не жазса да үтір нүктесіне дейін мән беріп, қатесіз жазатын болған. Демек, әкесінің атынан басқа адам хат жазып отыр. Көп ұзамай, әкесінің әлгі көмекшісі қоңырау шалып, тағы $500,000 қажет екенін хабарлайды. Осы кезде бір сұмдықтың болғанын түсінген Юрий Бармин тергеушілерге барлық ақпаратты жайып салуды ұйғарған. Қосымша деректер ашылған соң, сақшылар әлгі көмекшіні телефон нөмірі арқылы анықтауға тырысты. Бірақ ол әрдайым тіркелмеген жаңа нөмірмен қоңырау шалып, SMS жазатын. Сондықтан биллинг арқылы тұрған жерін немесе жеке басын анықтау мүмкін емес. Оған қоса, электронды поштаға әкесінің атынан хаттар тұрақты келіп жатты. Хаттардың мазмұны сол баяғы. $500,000 тез жинап, әлгі көмекшіге табыстау. Тергеушілердің нұсқаулығы бойынша Юрий Бармин әртүрлі желеу айтып, барынша уақыт созуы тиіс. Сақшылар осылайша әкесінің атынан хат жазатын адамды және қоңырау шалатын көмекшіні табуды көздеді. Бірақ жұмылдырылған IT мамандардан еш пайда болған жоқ. Себебі хаттар әртүрлі IP адрестерден жазылатын. Осылайша 3 айға жуық уақыт өтті. Георгий Бармин мен Анна Шейдердің жоғалғанына 3 айға таяды. Бірақ кәсіпкердің ұлының поштасына әкесінің атынан хаттар тұрақты келеді. Алайда хат алмасуды тергеушілер өз мойнына алған.
Ал Юрий Бармин әлгі Андрей есімді көмекшімен телефон арқылы сөйлескенде сақшылардың жіті бақылауында болатын. Дей тұрғанымен, хат жазушының IP адресін және қоңырау шалушының тұрған жерін анықтау мүмкін болмады. Себебі олар заманауи техниканың қыр-сырын жақсы білетін сияқты. Әр кезде әртүрлі жерден хат жазып, әр қоңырау шалғанда тіркелмеген жаңа номермен хабарласатын. Осылайша тергеу амалдары мен іздеу шаралары бірнеше айға созылып кетті. Кәсіпкер мен әнші қыздың әлі де тірі болуы екіталай, бірақ әлсін үміт бар. Енді тергеушілердің нұсқаулығымен Юрий Бармин әлгі көмекшіге $500,000 жиналғанын хабарлайды. Сөйтіп алматылық пәтеріне келіп, алып кетуді ұсынады. Бірақ әлгі көмекші келіспей, қаланы сыртында жолығуды талап еткен. Ал Юрий Бармин сақшылардың нұсқаулығымен қомақты ақшамен қала сыртына баруға қорқатынын айтып, өзінің алматылық пәтеріне шақырады. Көмекші келіспейді. Яғни көмекші Андрей әр хабарласқанда әр түрлі мекенжайды ұсынады. Ал Юрий Бармин бас тартып, өз пәтеріне шақырады. Ақырында кәсіпкердің олын көндіре алмасын түсініп, талабына келісіпті. Ал кәсіпкер мен әнші қыздың жоғалғанына тура 93 күн өтті. Бірнеше айлық келіссөздердің нәтижесінде әлгі көмекші ақшаны Юрий Барминнің алматылық пәтерінен алып кетуге келісті. Сақшылар жалған ақша салынған арнайы сөмкені әзірлеп қойған. Сөйтіп келісілген уақытта әлгі көмекші Андрей келіп, сөмкені алған сәтте арнайы жасақ сарбаздарымен құрықталады. Сондай-ақ онымен бірге тағы бір адам ұсталды. Анықталғандай, көмекшінің есімі Андрей емес, Анатолий Афиногенов болып шықты. Ал онымен бірге еріп келген кісі Дмитрий Костицын. Бірақ олар қанша жауапқа алынғанымен мүлдем тіс жармайды. Нәтижесінде ұялы телефондарын тексеру барысында басқа сыбайластарының жеке басы анықталды. Олар Сергей Кабринский, Владимир Маметьев және Георгий Барминнің көлік жүргізушісі Арлан Әбекенов. Жаппай іздеу шараларының арқасында Кабринский мен Әбекенов бірнеше күннен кейін ұсталды. Ал Маметьевті табу мүмкін болмаған соң халықаралық іздеуге салынады. Құрықталғандар болса, тергеуге атсалысуға аса құлық танытқан жоқ. Сөздерінше, кәсіпкер мен әнші қыздың тағдыры жайлы мүлдем бейхабар. Жай кәсіпкердің ұлын алдап, ақшаға кенелгілері келіпті. Бірақ жоғалуларына мүлдем қатыстары жоқтығын мәлімдейді. Ал аталмыш тапқыр идеяның авторы деп іздеуде жүрген Владимир Маметьевті айыптайды. Кәсіпкердің ұлынан алған $1,300,000 қайда екенін сұрағанда, бәрі бір ауыздан Маметьев алып кеткенін айтқан. Алайда қаржылық операцияларын тексеру нәтижесі олардың сөздерін жоққа шығарды. Анықталғандай, Костицын судай жаңа S-класты Mercedes көлігін алса, Әбекенов Mitsubishi көлігін сатып алған. Кабринский жап-жаңа Subaru көлігін, ал Маметьев Toyota Land Cruiser джипін сатып алған. Оған қоса, бірі пәтерлі болса, басқалары үйлерін әдемілеп жөндетіп, әрлеп алыпты. Тіпті отбасыларын алып, Мысыр және Түркия елдеріне демалып қайтқандары бар. Сондай-ақ, банктегі шоттарынан 20,000-нан бастап $70,000 дейінгі ақша табылған. Жаратылған ақшаның жалпы сомасы шамамен $300,000. Қалған $1,000,000 тағдыры белгісіз. 2 раза в Петербург съездил, 1 раз дочка в Египет съездил. Отдыхать? Да. Санкт-Петербург ты чего съездил? Друзей повидать, я там учился. Плюс там у меня дело небольшое было, переговор идет. А остальные деньги куда тратили? А остальные деньги в ячейку положил на хранение в банк. И машину еще купил. Когда? Subaru Legacy 2007 года. За сколько купили? За 20 с небольшим тысяч, там я точно. Ал сыбайластар бәленің бәрін Маметьевке жауып, қылмыстан ат тондарын ала қашумен болды. Яғни кәсіпкер мен әнші қыздың жоғалуына қатыстары жоқ. Жай ғана сәтті жағдайды пайдалануды ұйғарыпты. Байдың баласын алдап, жеңіл ақшаға қарық болуды көздегендерін айтады. Қызығы, әлгі көмекшінің рөлін сомдаған Анатолий ғана ештеңе сатып алмаған. Шоттарында да ақша жоқ. Осылайша 25 күндей өтіп, бірінші Дмитрий Костицын сынды. Анықталғандай оның кішігірім құрылыс фирмасы бар. Бірнеше құрылыс жобаларында Георгий Барминмен бірге мердігер болып істеген екен. Алайда Костицынның кәсібінің берекесі болмай, қарызға белшесінен батыпты. Сөйтіп мәселесінің жалғыз шешімін тапқан.
Яғни ауқатты әріптесін тонап, артынша көзін құрту. Қандықол қылмыс жоспарын жалпы 4 айға жуық ойластырыпты. Осылайша іске өзінің достары Сергей Кабринский мен Владимир Маметьевті тартады. Сондай-ақ Георгий Барминнің көлік жүргізушісі Арлан Абекеновті қосылуға көндірген. Ал барып қайт шауып қайт ретінде алыс танысы Анатолий Афиногеновті қосқан екен. В начале июля мой знакомый Дмитрий Костицын мне сказал вам найти дом, отдельно стоящий в черте города, и снять его, и ждать дальнейших указаний. Я нашел дом, сказал мне, что нужно будет поохранять одного человека, и что он за это заплатит мне деньги. Я согласился. Какого человека вы знали? Никакого я не знал, когда только привезли, его знал. Анықталғандай, Байқұс Афиногенов қылмыс туралы мүлдем бейхабар болыпты. Ол тек ақшаны тасумен айналысқан, және осы қызмет үшін алған $14,000 жаратып та үлгермеген. Тергеушілерді мазалаған ең басты сауал, Георгий Бармин және Анна Шейдер қайда? Ең бастысы, олар әлі тірі ме? Нәтижесінде сақшылардың қорқынышты күдігі расталды. Бір айға жуық жұмған ауыздарын ашпаған сыбайластар ақыры сынып, мәйіттерді жасырған жерді көрсетуге келіседі. Анықталғандай, олар Алматы бір темір жол вокзалы маңында жер үй жалдап, тұтқындарды сонда ұстаған. Сөйтіп $1,300,000 алған соң, Георгий Бармин мен Анна Шейдерді буындырып өлтірген екен. Ал мәйіттерін сорақы әдіспен жасырыпты. Яғни даладағы дәретхананың қасынан терең шұңқыр қазып, мәйіттерді тастайды. Сосын үстерін бір қабат топырақпен көмген. Бұл аздай, ескі дәретхана шұңқырындағы нәжісті тасып, мәйіттердің үстіне төгеді. Сөйтіп жаңа шұңқырдың үстіне дәретхана үйшігін қойып, ескі шұңқырды көміп тастаған. Оқиға орнында қазба жұмыстарын жасау оңайға соққан жоқ. Біріншіден, қыс мезгілі болғандықтан жердің қатып қалғаны бар. Екіншіден, нәжістің аты нәжіс. 4 сағатқа созылған қазба жұмыстары өз нәтижесін берді. Бірнеше метр тереңдіктен 2 адамның мәйіті табылды. Нәжіс бактерияларының әсерінен болса керек, мүрделер тым қатты бұзылып кеткен. Тану мүмкін емес. Аталмыш кадрларды YouTube'та көрсетуге болмайды. Сондықтан Telegram каналында ғана жариялауға мәжбүрмін. Сілтемесі әдеттегідей төменде. Дей тұрғанымен, үстеріндегі киім қалдықтарының арқасында жыныстарын білуге болады. Ал ДНК сараптамасының нәтижесінде марқұмдардың Георгий Бармин және Анна Шейдер екені нақты расталды. Жазадан құтылмасын ұққан сыбайластар жарысып мойындау жауаптарын беруде. Себебі тергеуге атсалысқандары ескеріліп, жазалары жеңілдетілер деген үміттері бар. Друг другом между собой чем общаетесь? Ну, у нас были куплены заранее отдельные 4 телефона. Чипы, да? Телефонные, с номерами, да. Аталмыш күні Георгий Бармин Теміртаудан Алматыға іс-сапармен ұшып келуі тиіс. Ал оны әдеттегідей көңілдесі Анна Шейдер әуежайда күтіп алатын болған. Бойжеткенді көлік жүргізушісі Арлан Абекенов пәтерінен алып кетеді. Ал көліктің жүк салғышында Владимир Маметьев жатқан. Я ей сказал, что так будет короче в аэропорт, а так как она Алмату плохо знает, она ничего не догадалась. Кроме Анны Шейдер, со мной в машине в багажнике сидел Маметьев. Для чего? Для того, чтобы если она бы поняла бы, разоблачила бы, чтобы он ее должен был ее Часть его физическое сопротивление, да? Осылайша Абекенов қуыс-қуыс көшелермен жол тартқан. Алматыны жақсы білмейтін Шейдер әуежайға бара жатқанына сенімді. Алайда бірер уақытта көлік бейтаныс жер үйдің ауласына келіп тоқтайды. Сөйтіп Абекенов, Маметьев және Кабринский бойжеткенді көліктен күштеп шығарып, аяқ-қолын пластикалық қамытпен байлап жертөлеге қамайды. Я подбежал, открыл дверь, и там дальше подключился, по-моему, Кабринский. В таком положении завели в дом. Далее я поехал в аэропорт за Барминым. Енді Георгий Барминді ұстап әкелу керек. Сыбайластар өте жымысқы жоспарды ұйымдастырған. Абекенов әуежайға келіп, Георгий Барминді күтіп алады. Сүйіктісі күтіп алатындығына сенімді болған Георгийдің көңіл күйі түсіп қалыпты.
Бірақ Әбекенов оны жұбатып, Анна Шейдер пәтерінде дайындалып күтіп отырғанын айтқан. Потом спросил про Анну Шейдер, я сказал, что она дома. Потом я помню, что он какой-то звонок делал, и на этом мы с ним не разговаривали. Пока я был в аэропорту, я разговаривал с Костицыным по телефону. Они должны были мне сказать место, где я должен был остановиться, чтобы они сделали на нас нападение. Сөйтіп Сүйінбай даңғылының бір қуысына жеткенде, Әбекенов көліктің бұзылғанын желеу етіп тоқтайды. Осы кезде жол жиегінде жасырынған Костицын мен Маметьев көлікке жүгіріп келіп, Георгий Барминге тарпа бас салған. Нәтижесінде кәсіпкерді соққыға жығып талдырып, жалдамалы үйге жөнеледі. Я вышел и наклонился, как будто стал смотреть колесо. Колесо, да? Да, и начал обходить машину. Ага. И когда я уже приподнялся, я увидел, что Костицын такой сзади. Я как Маметьев даже не заметил, как обходить машину, потому что так было все быстро. Когда уже обратно садился в водительскую дверь, я увидел то, что у него на голове что-то вроде как пакета. У кого? У него? У Бармина. У Бармина на голове пакет. Его удерживал то ли рукой Маметьев в район шеи, область. Шеи, да. А Костицын между сиденьями пытался вроде бы ему руки связать, что ли, что-то в этом. Ага. Потом? Потом я сел в машину, и мне Маметьев сказал, чтобы я продолжал движение. Сөйтіп зәресі қашқан Георгийді мәжбүрлеп, ұлына қоңырау шалдырады. 1 300 000 долларға қолдары жеткен соң, куәгерлердің көзін құртуды шешкен. Яғни 3 күннен соң тұтқындарды қылқындырып өлтіріп, мәйіттерін дәретхана шұңқырына тастайды. Бірнеше аптадан кейін сыбайластардың ашкөздігі қайта оянған. Себебі бұған дейін марқұмның баласы талап етілген ақшаны тез арада берген болатын. Бірақ әкесінің атынан электронды поштамен хат жазу үлкен қателік боларын олар қайдан білсін. Тергеу барысында қылмысты ұйымдастырған мойындаған Костицын сотта өзгеріп шыға келді. Айтуынша, бәленің бәрін ұйымдастырған Владимир Маметьев, тіпті марқұмдарды жалғыз өзі өлтіріп, дәретханаға көмген. Оның сөзін сыбайластары да қоштаумен әлек болды. Со слов Маметьева они были сброшены в яму. Просто был разговор, он был выпивший, зашел разговор за это. И он сказал, что трупы выбросили в эту яму. Тіпті Маметьевке тоқтау айтып, өлтірмеуін жабылып өтінген екен. Алайда қанды қылмысты болдырмауға дәттері шыдамаған. Себебі Маметьев кәсіби кикбоксер болғандықтан қарсы сөз айтуға қорыққан екен. Алайда сот төрағасы да, прокурор да ақымақ емес. Сыбайластардың мүләйімсіп қалғандарының астары түсінікті. Владимир Маметьев әлі ұсталған жоқ. Яғни кінәнің бәрін соған жаба салу оңтайлы болып тұр. Бірақ сыбайластарының өзара алмасқан SMS-тері және бұрынғы берген жауаптары кімнің кім екенін нақты айқындап тұр. Дмитрий Костицын ұйымдастырушы. Қолдарына түскен ақшаны да үлестірген сол болатын. Оған қоса, Маметьев жайлы жиналған деректер мен психологиялық портреті бойынша оның көшбасшылық қабілеті жоқ. Интеллектуалды мүмкіндіктері де төмендеу. Яғни күрделі қылмыс жоспарын жасау қолынан келмейтіні анық. Сот шешімімен Дмитрий Костицын және Сергей Кабринский 25 жылдан арқалады. Арлан Әбекенов 23 жылға қамалса, ақша тасып атшабар болған Анатолий Афиногенов небәрі 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал ұсталмаған Владимир Маметьевке сырттай үкім тағайындалып, 25 жылға сотталды. Іздеуде жүрген Владимир Маметьев араға 2 жыл салып Алматыда құрықталды. Анықталғандай, сыбайластары хабарсыз кеткен сәтте Бішкекке қашып жасырынған екен. Сөйтіп, іздеу шаралары саябырсыған болар деген үмітпен Алматыға оралып, туыс ағасының үйін паналайды. Деректерге сүйенсек, оның құрықталуына әлгі ағасы себепкер болған көрінеді. Оған қатысты сот үкімі шығып қойғандықтан, Маметьев тікелей абақтыға жөнелтілді. 25 жылға. Тергеу барысында анықталғандай, сыбайластар бас аяғы 300 000 долларды жаратқан. Бірақ қалған 1 миллион доллардың тағдыры сол күйі беймәлім. Сыбайластардың сөзінше, аталған ақшаны Дмитрий Костицын өз қалтасына басқан.
Яғни бір бөлігін шетелдік банк шоттарына салып, бір бөлігін ірі компаниялардың акцияларын алуға жұмсайтынын айтыпты. Осылайша ақшаның пайыздарын көріп, өлгенше зейнетақы алып тұруға уағдаласқан. Бірақ Костицын мұны жоққа шығарды. $1 миллион сол күйі табылған жоқ. Костицын 2034 жылы бостандыққа шығады. Бәлкім абақтыдан шыққан бойда Гавай аралдарына ұшып кететін шығар. Кім біледі? Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық.